Сәлем. Бүгін мен сіздерге Инстаграм арқылы қалай бизнес жасайтын ақпарат беремін. Өйткені мен көп тренингтерді өткесін, ана жақтан, мына жақтан әртүрлі жерден оқып, өзіме біздің именно Фаберликке қандай жақсы Инстаграмды жүргізуге үйрендім. Енді бүгін сізге соны айтқым келеді. Біріншіден, егер де сізде әлі Инстаграм болмаса, міндетті түрде ашқан жақсы. Енді осы жерде Инстаграмды білетін, жүргізетін адамдар да болуы мүмкін, новыйдан келген адам болуы мүмкін. Егер Инстаграмыңыз болса, онда ревизия жасайық, дұрыс па, дұрыс емес па, сізде қарайық, тексеріп. Біріншіден, Инстаграм не үшін керек? Инстаграмды біз адамдарды шақыру үшін, өздеріміз танымайтын адамдарды шақыру үшін біз өзіміздің Инстаграмымызды әдемі қылып, грамотно қылып жүргізу керекпіз. Адам келгенде, сізді көргенде, сол сіздің парақшаңызға подписка басып, сіздің шығарып жатқан фотография, посттарды оқып, қарап жүргені жақсы. Бір күні болмаса да, бір күні сізге жазып, сіздің бизнесіне кіру мүмкін. Енді оларды дұрыстап тұрып өзіне қарай тарту үшін сіз әдемі қылып жүргізу керексіз. Енді біріншіден бастайық. Бірінші өзіңіздің аватарканы тексерейік. Қандай екен аватарка? Аватарка деген осындай домалақтың ішінде сіздің фотографияңыз. Егер сіздің фотография болмаса, ол дұрыс емес. Кейбір адамдарда гүл, немесе жануардар болады. Тағы да басқа адамдармен бірге, например, балдармен бірге түскен фото болу мүмкін да, ол болмайды. Неге десен, сіз бизнесті енді жүргізем деп шештіңіз ғой. Егер сіз осы видеоны қарап жатсаңыз, онда сіз бизнеске келдіңіз да, солай ғой. Сол үшін адамға келеді қазіргі уақытта. Өйткені компания бар, но біз өзімізге манағындай наставник таңдап, сол наставниктен үйренеміз. Адамдарға келеді. Сол үшін сіздің фотоңыз ол жерде әдемі болу керек. До плеч дейді ғой. Осындай сіздің бет-әлпетіңіз әдемі, приятный, позитивный, счастливый болу керек, например, да? Андай қап-қара көзіңізге киіп алған очкиде керек емес. Адам сіздің көзіңізге қарап, мына қыз не айтады екен, бүгін не көрсетті екен деп, сондай ойда болу керек. Егер сіз артынан адамдарға комментарий, бір лайк басқанда, мынау кім екен деп, олар сізге басып, сіздің страничкаге түседі. Страничкаге түскен уақытта сізде ол жерде әдемі картинкалер болу керек лентада. 80% картинкалер сіздің фотоңыз болу керек. Тек қана сіздің басыңыз емес, ол жерде полный роста болады, до пояса болады, коллективный фотолар болуы мүмкін да. Бірақ та коллективный фото болғанда, ол жерде сізде болу керексіз, өйткені ол адам сізді іздейді. Общий картинка каталогтан или сайттан алған ол дұрыс емес деп ойлаймын. Егер сіз товарды айтатын болсаңыз, даже товармен былай ғана фотоға түсіп, мен ойлаймын да, фотоға түсіп, я болмаса фото, я болмаса видео түсірген жақсы өзіңізбен бірге. Енді арғарай жүрейік. Лентіңіз манағындай картинкалер әдемі болып тұру керек. Сосын видеода салғанда, кейбір адамдарда мен қараймын, қап-қара болып тұрады да, ол тоже дұрыс салынбаған. Қалай салатын, қалай личный кабинетті редактировать ететін, оны мен бөлек видеода сізге жіберемін, айтамын. Осыда тек мен ознакомительно айтып жатырмын, общий картина білу үшін. Одан кейін сіздің аватаркаңызды айттым, одан кейін сіздің ник, сіздің аты жөніңіз болған жақсы. Өйткені, егер ол жерде Фаберлик деп жазылып тұрса, адам деген сразу, ой, мына қыз не жазайын деп жатыр, қайтадан Фаберликті маған айтайын деп жатыр ма дегендей шығып кетуі мүмкін. Даже сізді қарамай, тыңдамай. Сол үшін өзіңіздің аты через точка или через нижнее подчеркивание қойған жақсы, например, да? Егер фамилияңыз өте ұзын болса или адамға түсініксіз болса, онда сіздің атыңызбен қандай бір әдемі бір сөз тауу керексіз.
Одан кейін манағы найм деп тұрады. Сол найм деген жерге сіздің уже именно ол поисковикте іздейтін сөз болу керек. Например, бизнес онлайн, или сол жерде уже фаберлик деп жазсаңыз болады. Например, директор фаберлик, или лидер фаберлик, или вице-директор, или бриллиантовый директор деп жазған жақсы. Сол жерде именно. Одан кейін сіз, сол адам сізге манағы профильге басқанда, профильде краткая информация болу керек сіз жайлы. Например, менде өзімде былай. Ол жерде жазылған 3-4 тек не болады ғой, предложение болады. Сол жерде сіз үлгеріп қалу керексіз. Адам деген адамға қандай сіз не бере аласыз, информация бере аласыз. Ол жерде 3 сұраққа жауап тұру керек. Кім сіз? Екіншісі, қандай пайдасыз оған бере аласыз? И сосын не істей аласыз дегендей. То есть менде, например, былай тұр. Открыла статус директора за 3 месяца деп тұр, да? Уже адам ойланып қалады, мә 3 айда директорға шықты ма, не, ол значит бірдеме білетін шығар деп, ол уже мені тыңдауы мүмкін. Потом мен осындай қойдым, например, если ты тоже готова идти к успеху, присоединяйся деп, или там нажми на ссылку деп, манағы не болу керек, уже ссылкаге адамға точно айту керек, нақты ол не істеу керек, потому что көп адам деген түсінбейді ана жерде не телефон тұрған, а именно телефонға бас деп оларға инструкция беру керексіз. Или кейбір адамда, например, тұр 21 күн сайын табыс тауып жатырмын, например, деп. В общем, кратко, точно қою керексіз. Сосын айтқандай, ол жерде ссылка болу керек активный. Ссылка, например, на WhatsApp. WhatsAppқа олар басып, сізбен хабарласады. Или же болмаса сайтқа, например, Taplink, Linktree, тағы да басқа сайттар бар. Қандай бар, мен сізге видеода бөлек жіберемін инструкция. Так, одан кейін ол жерде не болу керек? Сізде манағы актуальный деген бар. То есть осындай байқаған шығарсыңдар, адамдарда домалақ осындай историялар тұрады да, басқанда ол жерде информация тұрады. Ол не зат? Ол именно бізде деген ондай сторис деген бар. Сторис адам түсіреді ғой, ол тек 1 сутка сақталады. Картинка или видео түсіреді. Сол видеолар 1 суткада жоғалып кетеді. Енді оның бәрін жинақтап, важный информация болатын болса, манағы актуальныйдың ішіне енгізіп, бір папкаға жинап, сосын соның үстіне әдемі қылып сторис жіберуге болады. Иконкалар деп айтылады. Олында тоже бөлек айтамын. Соларды әдемі, например, ол жерде не болуы мүмкін? Путешествие болуы мүмкін, егер сіз путешествие барсаңыз компаниямен. Ол жерде мои заказы деп тұру болады. Маркетинг план болуы мүмкін. Тағы да әртүрлі информация вечный сториста жинаған жақсы. Өйткені адам деген, кейбір адамдар ерінеді манағы лентаны басуға, ана жерде басып қалғанда уже готовый информация тұрады. Сол үшін манағындай, мына первый самый начальный этап, сіз өзіңіздің инстаграмда упаковкасын дұрыстап жасау керексіз. Упаковка дұрысталғаннан кейін уже сіз манағы посттарға өтесіңдер. Тексттерді жазған уақытта сіздің тексттеріңіз басқа біреудің сөздері болмау керек, потому что адам деген оны сезеді. Сіз өзіңіздің қарапай тілмен, простой тілмен түсіндіру керексіз адамдарға. Постты бір қызықты бір өзіңіздің өміріңіздегі случай айтсаңыз болады, жазсаңыз да. Басқа да осындай бірдемелерді әдемі қылып жазып, сосын ол посттар абзацпен болу керек. 4-5 строчкадан кейін абзац болу керек келесіге. Оны біз қайдан редактировать етеміз? Текст 4, инста бот деген бар. Ол именно абзацтарға уже бөліп редактировать етесіз тексттерді. Сосын сіздің постыңызда обязательно оглавление болу керек. То есть басындағы названиесі, сосын сол теманы раскрывать ету керексіз, сосын сол темаға қандай бір не беру керексіз, сұрақ беру керексіз. Адамды өзіңіздің постына завлекать ету үшін ол бір сұрақ сұрау керексіз. Бірақ та сұрақтарда көп болмау керек, бір сұрақ болу керек, бір единственный сұрақ болу керек. Адам деген ең аяғында постқа сосын лайк басып, комментарий тастайтын бір призыв болу керек.
түсінікті. Енді келесі видеоларда тағы да басқа информация айтылады.